Қолына айтты, астылар шығады шығады. Астына кіріп айтты. Елдегі қаңғырған иттер мәселесі көпшілікті алаңдатып жүр. Әсіресе көшеде жүрген кішкене балаларға қырғидай тиетін жануар қазір біраз адамға үрей ұялатқан. Яндекспен жұмыс істеп жүргенде жанынан өтіп бара жатқам, сөйтіп телефонмен сөйлесіп бара жатқан кезде ит қауып алған. Кішкентай балалар ойнап жүр, бір ит жүр. Сол итмен қауып алып, сосын скорый шақырып. Мені бұрын бала кезінде ит қауып алған болды. Вот содан кейін уже страх бар да. Кешкісін қаңғырған иттер толап. Балалар ата-аналардың өздері сол жақта келе жатқан бәрі жалып жасайды. Көшеде жүрген ит өте қауіпті ғой. Құрту керек осы. Қарамау керек қой ештеңе. Мамандар пікірінше, ит тістеген жағдайда ең бірінші медициналық мекемеге хабарласу керек. Дәрігер көмегін алғаннан кейін полиция бөлімшесіне жағдайды баяндаған дұрыс. Және қазір адамдардың көпшілігі иесіз қаңғыған иттерден зардап шегеді. Жылдың басынан бері осы бүгінгі күнге дейін 1245 адамнан өтініш түскен екен иттерден зардап шеккен туралы. Оның ішінде 941-і белгісіз иттерден зардап шеккен болып шықты. Анықталды. Қаңғыбас иттері анықталған болса, зардап келтірген иттер анықталатын болса, ол иттерді аулау қызметіне алып келеді. Сол жерде оларды 10 күндік бақылауға қойылады. 10 күндік бақылаудан қойылғаннан кейін зардап шеккен адамдарға анықтама беріледі. Көше кезген құтырған иттен сақ болыңыз. Ол адамға шабуылдап, зардап келтірген жағдайда ауру жұқтыруы әбден мүмкін. Ал егерде үйіңізде ит болса, оны да бақылауда ұстағаныңыз абзал. Иттен мынадай белгілер байқасаңыз, маманға жүгініңіз. Бұларда құтырған аурудың белгілері бар, судан қорқады. Содан кейін сілекей ағып жүреді. Әйтпесе мінез құлқы өзгереді. Өте агрессивный болады, әйтпесе пассивный болып қалуы мүмкін. Иттің құтырмағанын анықтағаннан кейін иесінің бар жоғы анықталады. Егерде иттің иесі жоқ болса, ол арнайы орталықта ұсталады. Ал зардап келтірген иттердің иесі болса, оларға қандай шара қолданылмақ? Қазіргі кезде әкімшілік құқық бұзушылық болып танылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 408 бабына сәйкес жануарлардың иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Және оның жазасы ретінде 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Әрине, ит адамның досы. Ол сырласың да бола алады. Мұңайғанда жаныңды түсінеді. Алайда оның жануар екенін ұмытпаған жөн. Себебі кез келген уақытта арс етпеуіне кім кепіл?